Сәлем достар, сіздермен Anime KZ арнасы. Осы видеода One Piece анимесіндегі дьявольский фрукт, яғни шайтан жемістері туралы айтатын боламын. Әр жемістің иелері ерекше қабілеттер мен күшке ие. Бұл оларды күшті және қауіпті өтеді. Сол себепті біз осы дьявольский фруктларды топ 20 ойынға қоятын боламыз. Арнаға тіркеліп, ыңғайланып, лайк қойып отырып алған болсаңыздар, мен видеоны бастаймын. Топымызда ашатын Лаки жемісі, қазақшаға аударғанда сәттілік жемісі. Бұл анимеде нақты кездесетін жеміс емес, бірақ атауы сіздің естігенде фанаттық шығармада немесе жанкүйерлердің шығарған теориясынан болса, оны анимедегі әлеміндегі нақты негізі жоқ ойдан шығарылған жеміс деп санауға болады. Бірақ бұндай жемістің күші болатын болса, саған әрқашан сәттілік туындайды. Яғни айтқанда, сен кез келген жерде сәттілік орната аласың. 19-ші орында жеміс Тоси. Қолданушысы. Бұл жеміс ресми түрде анимеде немесе мангада көрсетілмеген. Ал күшіне келер болсақ, адамның жасын өзгертуі мүмкін. Яғни айтқанда, адамның жасын, түрін, келбетін өзгерту арқылы өзінің түр келбетін ауыстыра алады. Осылайша бұл топтамадан орын алған бұл жемістің күші өте ерекше болып көрсетіледі. Бірақ та анимеде әлемнің осыған ұқсас қасиеті бар басқа жеміс бар. Оны Дживели Боннидің қабілеті. Ол пирамисия типінде жемісті пайдаланып адамның жасын өзгерте алады. 18-ші орында Дзики. Оны қолданушысы Эутасы Кит. Күші магнит өрісін басқару, металдарды тарату және оны қару ретінде қолдану, және де кез келген металдарды көтеру. Оның барлығы осы логияның күшіне жатады. Ол шайқас барысында металл көп жерлерде үлкен артықшылыққа ие. Кит осы қабілеттерді теңізде қарақшылармен күрескенде және басқа да қарсыластарға қарсы жиі қолданады. Бұл оны ерекше қауіпті қарақшы етеді. 17-ші орында Бари. Қолданушысы Бартоломео. Күші қорғаныс қабырғаларын құру және тіптен ең күшті шабуылдарға да төтеп береді. Бұндай күшің болса, сен кез келген жерді басып алуға және кез келген жерді қорғауға күшті иеленесің. Тек қана қорғануға емес, оны алыстағы шабуылдарға және қол күрес жақын маңайдағы шабуылдарға да оңай қолдана аласың. 16-ші орында Хобби. Қолданушысы Шугар. Жемістің түрі перматив типті тип. Қабілеті адамдарды ойыншықтарға айналдыру. Тарихы мен ерекшеліктері Шугар жануарларды ойыншыққа айналдырып, оларды өз бақылауларына алуға мүмкіндік береді. Роджер Белоус секілді атақты қарақшыларды өзінің қоршағына айналдырып алатын болса, анименің нағыз көкесі сонда басталатынын білеміз. 15-ші орында Шикуноми. One Piece әлемінде кездеспейтін жанкүйерлердің шығарған ойдан шығарылған дьявольский жемісі болып табылады. Бұл жемістің күшін айтпасам да көрініп тұрған секілді. Әдетте мұндай қиял ғажайып жемістер адамға ерекше кездейсоқ күштер береді. Жеміс туралы толық ақпарат жоқ, бірақ ең мықты жемістердің қатарына кіруге лайық. 14-ші орында Суна. Қолданушысы Крокодайл. Жемістің түрі логия типі. Қабілеті құмға айналу, құмды басқару және де басқа да көптеген қабілеттері бар. Оның ең мықты ерекшелігі адамның бойындағы суды сіңіріп қарсыластарын әлсіретеді. Сонымен қатар өзіне ылғал емес соққыларды тигізбейді. Осылайша Суна жемісі 14-ші орынға жайғасты. 13-ші орында Доку. Қолданушысы Магеллан. Жеміс түрі примитивті тип. Қабілеті уға айналу және улы шабуылдар жасау. Жеміс тарихына көз жүгіртсек, Импл Даун түрмесінде басшысы Магеллан қарсыластарын уланып түрмені бақылауда ұстаған. Оның уына қарсы емді тек қана Ибан Транс қана таба алған. Бұл жемістің күші арқылы анименің басты кейіпкері Лупин өзі жайратылып салынған. 12-ші орында Сору. Қолданушысы Чарлити Лин. Парамиция типті қабілеті бары. Бұл жеміс адамдардың жандарын ұрлау, оларды ойыншықтарға немесе басқа да нысандарға айналдыруға көмек береді. Лин бұл күш арқылы өзіне жаны бар алқап тұрғызған және жеке коллекциясы бар. 11-ші орында менің ең сүйікті жемісім десек те болады. Ол Никю жемісі. Оны пайдаланушы Бартоломео Кума. Жемістердің түрі примитивті типті. Ол қабілеті аяқтары арқылы, жастықшалы арқылы заттарды және адамдарды алысқа лақтыру
және де өзінің қолдары арқылы адамдарға ерекше телепортация күшін көрсете алады. Жұмсақ көпіршікті соққыларына тіпті ең мықты адамдар да төтеп бере алмайды. Ол тіпті мугиваралықтарды Кизару адмиралдан телепортация күші арқылы құтқарып қалды. Ондығымызды ашатын Оппе жемісі қолданушысы Трафальгар де Ветерло. Жеміс түрі перемативті типті. Қабілеті рум аумағын құрып, заттарды манипуляциялау, қарсыластарды жарақаттау немесе емдеу. Ол кез келген адамның жүрегін алып және оны өз орнына салып қоя алады. Бұл күш арқылы адамдарды емдеу оңайға түседі. Шайқас кезіндегі ерекшелігі ол адамдардың жүрегін суыру арқылы оны ешқандай қиындықсыз қысып, ол адамға ауырсыну сезімдерін тудырады. Бұл жемістің тағы бір ерекшелігі адам өз-өзін емдей алады. 9-шы орында Гура жемісі қолданушысы Белоус. Одан кейін Черный Барата, яғни Маршал де Тич. Ақ сәулелі жер сілкінісін жасау, үлкен күшпен заттарды жою, бұның барлығы оның қабілетіне жатады. Тарихы мен ерекшеліктері: Белоус Маринфордтағы шайқаста жер сілкіністерін жасап қарсыластарына үлкен залал келтірді. 8-ші орында Мадель Сейру қолданушысы Кайдо. Күші көк айдаһарға айналу, қабілеті ұшу, отты шабуылдар жасау және күшті денеге ие болу. Сейру моделінде Кайдоның күші 2 есеге дейін артады және оның отты соққыларына қарсы төтеп беретін адам жоқ секілді көрінеді. Ал оның беріктігіне келер болсақ, тіпті 20.000 этажды үйден құлағанның өзінде оның денесіне сыза келмейтіні анық. 7-ші орында Дзуци қолданушысы Фужитора, яғни адмирал Исао. Күшіне келер болсақ, ауырлық күшін басқару, ауырлық толқындарын жасау және ауыр заттарды көтеру немесе түсіру мүмкіндігіне ие. Ауырлық күштерін пайдалану арқылы ол аспаннан нағыз метеоритті түсіре алады, Мадара секілді. Гравитацияны еркін пайдалана алатын Фужитура өзі көрмесе де осы қабілеттерді ең мықты күшке айналдыра білді. Ауыр заттарды оңай көтеру және оны иелікке пайдалану Фужитураға қылышпен жақсы семсерлесуге көмек береді. Мінекей 6-шы орынға да келіп жеттік. Магу қолданушысы Сакадзуки, адмирал Акайну. Күші лабаны басқару, жанартаулы шабуылдар жасау және денені лабамен қорғау. Ерекше жанартаулы атқылаулардың арқасында оның күші 1000 есеге дейін артады. Жарылыстар оған қарсы дым әсер етпейді десек те болады. Магмалық соққыларына қарсы тіпті отты Эйстің өзі көмек бере алмайды. Тіпті Маринфордтағы шайқаста оның күші теңгелетін адам тұрмағандай өте мықты болып көрінді. Адмирал Акайну осы күшті ерекше иеленіп, осы күш арқылы көптеген жақсы игі істерді қолға алды. Осылайша Магу жемісі біздің тобымызда 6-шы орынға иеленді. 5-ші орында Хие жемісі қолданушысы Кузан, бұрынғы адмирал Аокичи. Күші салқынқандылық, яғни мұзды басқару және мұзға айналу. Бұл қабілетпен қолданушы суық аймақтарда қатырып мұзды кедергілер жасай алады. Бұл күш арқылы қарақшы болу өте тиімді, себебі судағы оның күші ерекше арта бастайды. Логия жемістерін жеген адамдар негізінде суға жүзе алмайды, бірақ Кузан судың бетімен еркін жүре алады. Ол күшті жақсы пайдалана алмаған Кузан Акайнуға қарсы шайқаста жеңіліс табады. Осы жеңілісін ескере білген Акайну Монки де Гарпқа қарсы ерекше шайқас көрсетті. 4-ші орында Газу жемісі қолданушысы Цезар Клаун. Күшіне келер болсақ, газға айналу және оны басқару, улы газ жасау, ауаны алу және кез келген газға айналу мүмкіндігі. Тарихы мен ерекшеліктеріне тоқталсақ, Цезар Панк Азар. Ол аралдағы ғылыми тәжірибелерді пайдаланған. Газға айналу осы шайқастарда өте тиімді болып есептеледі. Үлкен күшті иелене алған Цезар Клаун бұл күштің неге тиімді екенін пайдалана алмады. Тіпті әлсіз мугибаралықтардан жеңіліп қалды. Бұл жеміс өте мықты. Егерде ол Цезар Клаунның орнына басқа адамға түскенде, мүмкін бірінші орынға да келіп қалар еді. Ал біз топ 3-ке өтпес бұрын сізден сұрарымыз, арнаға тіркеліп, лайк басып, қазақша контентті қорғауға көмек беріңіздер. 3-ші орында Хито Модель Ника қолданушысы Луфи. Түрі
мейттік зонд типті қабілеті Луфи денесін резеңкі секілді созып әртүрлі нысандарға айналу қабілеті, сонымен қатар Ника құдайының күшіне иеленеді. Тарихы мен ерекшеліктері: Луфи бала кезінен кездейсоқ жеген бұл жеміс оның шабуыл және қорғаныс қабілеттерін күшейте алды. Тіпті аты шулы Кайдоны жеңуге көмек берді. Бұл күштің ерекшелігі, яғни айтқанда адам өзінің не істеп жатқанын білмейді. Ника құдайы оның денесін байлап алады. Бұрындары бұл күшті күн құдайы Ника, яғни Джой Бой пайдаланған. Екінші орында Горо жемісі. Қолданушысы Энел. Жеміс түрі логия типі. Қабілеті: Энел найзағайға айналып электр шабуылдарын жасауды және жылдам қозғалыс пен найзағайды жүктеуді қолдана алады. Егер де анимеге зер салып қарайтын адам болса, Энел жер бетінде болатын болса, кез келген адамды айырып тастауға күші жетер еді. Себебі бұл жемістің күші тек қана резеңкелерге ғана әсер ете алмайды. Яғни айтқанда, оған Луфи кезігіп жолы болмады. Егер ол жерде туылған болса, кез келген адам Энелдің алдында құрдай жорғалайтын еді. Бірінші орында Пика Номи жемісі. Қолданушысы Адмирал Кизару. Жемістің түрі логия типі. Қабілеті: Кизару жарыққа айналып, жарық жылдамдығымен қозғалады. Ол лазерлік шабуылдар жасап, қарсыластарымен таң қалдыра алады. Тарихы мен ерекшеліктеріне тоқтала кететін болсақ, Кизару бұл күш арқылы жылдамдығы мен күштерін екі есеге арттырып, шайқаста өте қауіпті болады. Егер де Кизарудан басқа адамның қолына осы күш түсетін болса, онда ол өте мықты болып есептеледі. Мүмкін бұл күшті Рейли пайдаланғанда өте керемет болар еді. Себебі Кизару бұл күшті иеленсе де тәкаппарлықты көп туындатты. Сондықтан ол күшті нағыз шегіне жете алмады. Бас жүлдені иеленетін күш ол Черный Бороданың күші. Ерекше марапатқа ие күш ол Ями Номи күші. Ол қараңғылық жемісі. Ол туралы ойларыңызды комментарияға жаза кетіңіздер. Арнаға лайк басып, тіркеліп қазақша контентті қолдауды ұмытпаңыздар. Келесі қандай аниме пікірге жаза кетіңіз.